Көп ата-ана бізге бір сұрақты жиі қояды. Ол сұрақ: баламды қай мектепке түсірген дұрыс? Ниш па, РФМШ ма, немесе БИЛ ма? Яғни үшеуі де бұл мықты мектеп, бірақ үшеуінің де бағыты, оқыту стильдары, талаптары әртүрлі. Мен бүгінгі видеомда осы үш мектептің айырмашылығын, мықты тұстарын, әлсіз тұстарын айтып беретін боламын. Видеомды соңына дейін қараңыз, балаңызға дұрыс талдау жасай аласыз. Ендеше кеттік. Алдымен ништен бастайық. Ниш, НЗМ, Назарбаев зияткерлік мектептері бұл халықаралық деңгейдегі білім беруді мақсат еткен заманауи оқу жүйесін қолдайтын желілік мектептер. НЗМ-нің басты ерекшеліктері: бұл пәндердің бір бөлігі ағылшын тілінде оқытылады, халықаралық әдістеме мен бағалау жүйесі пайдаланылады, жобалық жұмыс, зертханалық жұмыс өте көп, және оқу бағдарламасы тереңдетілген. Жаратылыстану және техникалық бағыт өте мықты. НЗМ бұл оқу орнына бағыттайтын мектеп. Мұнда балалардан тек жақсы оқу емес, өзіндік ойлау, зерттеу, аналитика, презентация жасау дағдылары талап етіледі. Яғни материалдық базада өте жақсы. Зертхана, техника, робототехника, кітап қорлары жеткілікті. Мұғалімдердің дайындығы жоғары, оқыту әдістемесі де заманауи. Қарапайым тілмен айтсақ, Ниш, НЗМ бұл ғылымға, зерттеуге, ағылшын арқылы білім алуға бейім балаларға арналған мектеп. Келесі қарастырайық, біз РФМШ физмат мектептері. Бұл қандай мектеп? Жалпы республикалық физика математика мектебі бұл мектеп математика мен физикаға ерекше көңіл бөлетін терең академиялық деңгейдегі оқу орны. Енді бұның да өзіне тән ерекшеліктері бар. Ол өзінің атайтып тұрғандай, математика мен физика күрделі деңгейде оқытылады. Логикалық және дәлелді ойлау басты орында. Олимпиадалық дайындық жүйелі түрде жүреді. Бұл жақта оқу қарқыны мен конкуренция жоғары. РФМШ бұл таза академиялық мектеп. Бұл мектепте формуланы жаттау емес, соны түсіну, дәлелдеу, логикалық ойлау қабілеті талап етіледі. Яғни болашақта инженер, программист, математик, физик болуды мақсат ететін күрделі есеп шығарғанды ұнататын балаларға бұл орта өте қолайлы. Үшінші қарастыратын мектебіміз бұл білім инновация мектебі. Яғни бұрындары КТЛ деді, Қазақ-түрік мектебі деді. Қазіргі атауы БИЛ, яғни білім инновация лицейлері. Бұрын бұл мектептерді КТЛ деп атады. Бұл мектептердің басты ерекшеліктері тәрбие мен білімнің үйлесуі. Бұл жерде оқу тәртібі өте жүйелі. Моральдық адамгершілік құндылыққа ерекше мән беріледі. Және жауапкершілік, тәртіп, өзін-өзі басқаруға үйретіледі. Шетел тілдері жақсы деңгейде оқытылады. БИЛ бұл тәрбиелік ортасы өте күшті мектеп. Балалар уақытты бағалауды, тәртіп сақтауды, өзіне талап қоя білуді үйренеді. Енді жалпы осы білім сапасына да жоғары математика, жаратылыстану пәндері, тілдер жақсы деңгейде беріледі. Қарапайым тілмен айтқанда, БИЛ тәртіпті жақсы көретін, жүйелі бағытта оқуға дайын балалар үшін өте қолайлы орта. Негізгі айырмашылықты қысқаша салыстырып кетсек, Ниш ғылыми бағыт, ағылшын тілі, халықаралық бағдарлама. Ал РФМШ болса, бұл таза математика мен физиканы тереңдетіп оқыту. Ал білім инновация лицейлері бұл тәрбие, тәртіп, тіл және тұрақты жүйе. Үшеуі де мықты, бірақ бағыттары бөлек. Қай мектеп балаға лайық деген сұрақ қоятын болсақ, Ниш мына балаларға лайық: зерттеу, ғылыми анализ жасауды ұнататын, ағылшын тілін үйренуге дайын, жобамен жұмыс істей алатын, өздігінен ізденетін балаларға. Ал РФМШ болса, математикаға ерекше қызығатын, олимпиадаға бейім, күрделі есептерден
ләззат алатын, былайша айтқанда рахаттанып шығаратын, немесе келесі академиялық бәсекеге дайын балаларға арналған. Ал биыл мектептері тәртіпті жақсы көретін, оқу режиміне дайын балаларды өзіне жақсы қабылдайды. Сонымен қатар моральдық, адамгершілік құндылықты бағалайтын, өзін өзі басқаруға бейім балаларға арналған екен. Енді бізде жалпы ата-аналар таңдау жасайды, бірақ баланың мінезі мен қызығушылығын есепке алмайды осы тұста. Оған мысал келтіретін болсақ, егер бала математикаға қызықпаса, РФМШ оған ауыр болуы мүмкін. Ал еркін, шығармашыл балаларға қатал тәртіп қиын тиеді. Жалпы ағылшынша оқуға дайын емес бала ништа қиналуы мүмкін. Сондықтан басты қағида мектепте емес, балаға сәйкес ортаны таңдау қажет. Барлық мектептің ортақ ерекшеліктері бар, осы үшеуінің де ортақ қасиеті бар. Барлығында бәсеке өте жоғары. Басқанда конкуренция өте жоғары. Жауапкершілік керек барлығында да. Өздігінен оқу дағдысы қажет. Егер бала дайын болмаса, кез келген мықты мектепте қиын болатыны сөзсіз. Қорытындылайық. Дұрыс мектеп бұл балаңыздың мінезіне, қызығушылығына және мақсатына сай мектеп. Ниш ғылым мен ағылшын деп айтсақ болады. РФМШ бұл математика мен физика, білім инновация лицейлері, тәрбие мен жүйе. Дұрыс таңдау баланың болашағын, дұрыс таңдау бұл баланың болашағына салынған инвестиция. Егер сіз әлі де шешім қабылдай алмай жүрсеңіз, біз балаңыздың қабілеті мен бағытын анықтайтын арнайы диагностика өткізе аламыз. Сол жерде сізге нақты қандай мектепте бейім екенін түсіндіріп береміз. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар.